Сіз білесіз бе, сіздің миыңыз ғаламдағы ең күрделі құрылымдардың бірі. Ол секундына миллиондаған ақпаратты өңдейді, және ең қызығы, ол ауырсынуды сезбейді. Қазір сіз өз миыңыз туралы бұрын ешқашан естімеген факттерді білесіз. Адам миы дене салмағының тек 2 ғана құрайды. Бірақ ол бүкіл дене энергиясының шамамен 20 пайдаланады. Бұл дегеніміз, ми үнемі белсенді, тіпті сіз демалып жатқанда да. Сіз ұйықтап жатқанда ми өшпейді. Керісінше, ол күндізгі ақпаратты өңдейді, естеліктерді сақтайды және денені қалпына келтіреді. Сондықтан ұйқы ми үшін өте маңызды. Қызығы, мидың өзі ауырсынуды сезбейді. Сондықтан дәрігерлер кейбір ми операцияларын науқас ояу кезде жасай алады. Ауырсынуды сезетін ми емес, оны қоршап тұрған тіндер. Мидағы сигналдар сағатына 400 км жылдамдықпен қозғалады. Бұл жарыс машинасының жылдамдығымен бірдей. Сондықтан сіз бір нәрсеге өте тез реакция жасай аласыз. Ми өмір бойы өзгеріп, дамып тұрады. Бұл қабілет нейропластика деп аталады. Сіз жаңа нәрсе үйренген сайын, ми жаңа байланыстар жасайды. Ғалымдардың айтуынша, адамның миы шамамен 2-5 миллион гигабайт ақпарат сақтай алады. Бұл миллиондаған фильмдерге тең. Егер ми 5 минут оттегісіз қалса, оның жасушалары өле бастайды. Сондықтан тыныс алу ми үшін өте маңызды. Сіздің миыңыз ғажайып орган. Ол сіздің ойлауыңызға, сезінуіңізге және өмір сүруіңізге мүмкіндік береді. Егер сізге осындай қызықты факттер ұнаса, лайк басып каналға жазылыңыз. Өйткені ең қызықты факттер әлі алда.